Әуретті жер мен қолтықтағы түкті тазарту туралы қаншалықты дұрыс дейді. Ол парыз болады. Уәжіп деп айтады, енді біз парыз деп айтсақ та дұрыс шығар. Кейбіреулер жаңағы орман сияқты өшіріп жүретіндер бар енді, барлығын ұят болады, арам болады енді. Мұсылман адам таза жүреді. Бір күні бір мынандай сақалы бар адам автобуста отырмыз. Ақыр айтылды ғой, айтайын. Содан сақалды адам енді бүйтіп автобус бүйтіп кішкене қозғалып еді, бүйтіп қолын көтерді, жаңағы нені ұстайын деп. Жаңағы автобустың мынандай ұстады. Ұстаған кезде мына жақтағысы сақалынан ұзындау екен. Сосын айттым, өзі қайсын өшіріп жүрсіз бірінші дедім. Сөйтсем, ой, ұялып қалдым деп қойды. Ұят емес, айналайын, не деген масқара мынау? Сақалынан ұзын болып кепті ғой дедім. Соқтан ол дұрыс емес жаңағы. Мұсылман адам ері де, әйелі де таза жүру шарт. Оны жұласын ба, жаңағы креммен аласын ба, депиляционный, шугаринг жасайсын ба, восковый депиляция жасайсын ба, өртеп жібересің ба, өзің білесің. Бірақ пожарный шақырып өртеніп кетіп жүрмес собайды.